Сәлем достар, сіздермен бірге мен Матока. Бүгін менде жаңа видео шықты. Яғни бұл BT78-ге обновлениемен тарттым. Онда үш этаж үй бар екен. Новый мебельдер өте керемет, бәрі ұнады. Сосын мен осыған үш этажға мен бай отбасы деген кино түсірейін деп жатырмын. Енді достар, мен толықтай обзор көрсетемін, және де адамдарға. Достар, ұнаса тіркеп лайк басып кетіңіздер. Мен киномда кино емес, видеомды бастайын. Бұл көріп тұрғандарыңыздай бізде коридор. Бұл офицер тәте. Короче, бақылап тұрады бәрін. Өте әдемі. Міне қараңыздар, мен барын алтын цветті жасадым. Міне бәрі өте әдемі. Жазылып 2 айна бар. Бізде лифт те осындай әдемі. Даже бізде мынандай кілт беретін ағай бар. Шедім жоқ. Бұл кілт беретін ағай, короче, бұл үш этаждың әр бөлменің кілттері кілтіп беріп отыратын. Бұл жақ негізі бізде детский жақ, ешкім жатпайды, просто жай жасай салған, ешкім жатпайды. Кейбіреулер шаршаса жатып қалады. Біз келесі мемлекеттік, ол өте үлкен залы. Міне достар, қараңыздар. Короче, менде 2 кухня бар да. Бұл бізде бір тамақ тасып жүретін ағай. Осындай зал өте керемет. Цветтері тұртап жіберейін. Достар, бұл жаққа ешкім отырмайды. Просто жай істеп қойғанмын. Кейбір отырады, кейбір отырмайды, кейбір тамашайды, кейбір тамашпайды. Не осындай өте әдемі. Ең ұнағаны мебельдері. Өте әдемі. Ең маған қатты ұнаған бөлме осы детский жақ маған өте қатты ұнады. Ал біз 2-ші этажға кеттік. 2-ші этаж енді норм секілді. Міне достар, біз келдік. Енді мен 1-ші жақтан бастаймын. Шкафтың ішінде не бар, мен жасына айта кетейін. Бұл жақта киімдері бар. Ал бұл жақ спальный жақ, яғни достар, бермеңіздер, менің тамағым қышып кетті кішкене. Міне бұл мама бабасының бөлмесі. Бұл кім десеңіздер, әрине бұл кішкенті балаға қарайтын күтушісі. Өте керемет, ауырыспайды. Ал бұл өте байлар. Бұның 29 компаниясы бар. Ал бұл болса, бұл деген примерно 43 компанияның бастығы. Екеуі айына миллиондай ақша табады. Ал біз күніне де миллион ақша табады. Тоткалар өте керемет. Жарайды достар, енді мына гитара деп қойған, пианино. Мамасын боятын заттар. Мен мынандай аққуды айта кетейін. Бұл жай осындай не? Осын бұл халат. Бұл киімдері. Ал бұл кәдімгі жүрек. Ал бұл кішкентай баланың бөлмесі. Тамақ жейді. Осындай әдемі, заттары бар. Жоқ. Сүп секілді. Мына жақта бұл бөлме, розовый бөлме, бар секілді, бірақ олар розовый. Сіздер жақсы көретін боласың. Мен жететін тосын достан секрет. Жарайды, маған да көндік. Бұның атын айтпай қойын. Бұл кітаптың баса алмайтын қыз десек те болады. Достар, қараңыздар, өте керемет. Не істеп қойғанмын ба? Жарайды, тұра берсін. Бұл да светильник. Негізі мына жақта да бірдеңе болған. Айтпай қойын. Ол секрет біледі өз адамдар. Міне аша бермеш. Киімдері. Дивандар, косметика. Балконда отқан әпкесі. Достар, бәрін толық көрсеттім деп ойлаймын. Енді біз 3-ші этажға кеттік. Міне достар, бұл өзі 3-ші этаж. Кәтпірден көрсетейін. Міне достар, бұл өзі 3-ші этаж. Достар, сіздерге секрет көрсете кетейін. Мен қараңыздар ғой, енді бассаңыздар. Осындай әдемі секрет шығады. Мені жауып қояқ, біреу алып кетіп жүрсем, бірақ кім алады.
Бастайық. Бұл бізде кухня, көріп тұрғандарыңыздай бізде 2 кухня бар. Бұл бізде тамақ пісіреді. Ыдыс жуады, короче, сондай. Мына от жағатын пеш. Айттым ғой, адамдардың заттары деп тастайтын ше. Осы столдары. Ал бұл жақ бізде ванна, туалет. Ванна өте әдемі, стилі. Кішкентай қызға. Үндісіне қараңыздар. Күшті. Сосын тағы бізде. Бұл жақ бізде. Қандай бассейн жақ. Жанады, мынау жанады. Керек десеңіздер. Мынау да жанады. Өте әдемі, мынау бар. Ал бұл бәрін жуып жүреді. Достар, жақында сериал шығады. Қуана беріңіздер. Достар, ұнаса тіркеліп лайк басып кетіңіздер.